Мен жалғызбын, сен де жалғызсың. Жаныңдағы жанды алыстан іздейсің. Мен әлсізбін, сен дегенде әлсізбін. Бәлкім сен бізге ғаламнан келген жансың. Бір сұрақтың жауабын көзіңнен іздеп, ойларымнан таппай келем. Бір өзіңе жете алмай таусылдым әбден. Мендік боласың неуменен. Қымбатты достар, менің YouTube каналымда жалғастырып жатырмыз. Былтыр ғана жас кәсіпкерлермен үлкен сұхбат жүргізіп, сюжеттер жасағанмын. Соның ішінде Асылжан деген досым бар, Пеликан IT проекті енгізген Шымкент қаласында. Олжас деген досымыз Таразда синема индустриясында өз жобасын іске асырып жатыр. Ғалымжан деген досымыз бар. Ол Шымкенттегі Global Coffee франшизасын алып, Таразда қазір үлкен жобаларды іске асырып жатыр. Сонымен бірге Ержан деген өзінің інілерімен бірге Каспий Групп деген үлкен жобаны, заводты іске асырған. Сол сюжеттер арнайы YouTube каналымда бар. Енді соны жалғастыру мақсатында ертеңнен бастап тек қана жас кәсіпкерлер емес, талантты азаматтармен де сұхбат жасап, сюжеттер түсірмекшімін. Оның мақсаты қандай? Менің жас буын інілерім, қарындастарым осы сюжеттер арқылы өзіне тәжірибесін алса. Сонымен бірге сол талантты азаматтар, сол жас буын кәсіпкерлер сол бизнеске қалай жетті? Олар әрине сол қиыншылықтан қалай өтті? Сол туралы көптеген бағыттарды анықтап алса, ол үлкен бір тәжірибе ретінде жас буын енді бастап жатқан кәсіпкерлерге өз кәсібін табу, өз жолын табу үлкен тәжірибе болатын деп сенемін. Сондықтан ертеңнен бастап осындай сюжеттерді енгізетін боламын. Олар үлкен болмайды, олар жарты сағаттың ішіндегі сюжеттер болады. Сол сюжетте әрине мен солардан тәжірибе ретінде алған әңгімелерді жазып аламыз. Сонымен бірге басқа да қызықты мәселелерді арнайы осы YouTube-ымда жазатын боламын. Көріңіздер, қараңыздар, подписка және лайк басып қойыңыздар. Қолдауларыңызды күтеміз. Жалғыздық шын мәнінде